Ассалаумағалейкум достар, қазір мен сіздерге мына видеодағы саған серенадасын ойнап үйрететін боламын. Негізі бүгін басқа өлеңге разбор шығу керек еді, бірақ та мынандай статистиканы көріп отырып және де мынандай сұранысты көріп отырып, мен бүгін шығарамын деп шештім. Мен бұл видеода ойнағанымда толық ойнаған жоқпын. Мен бұл әннің тек қана бір бөлігін ғана ойнадым, ал толықтай разбор алдағы уақытта шығатын болады. Сондықтан каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер, және де разбор ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Енді разборды бастайық. Разборды бастамай тұрып, мен сіздерге бір рет ойнап беремін, тыңдаймыз. Неге осындай әннің бөлігі? Бұл жерде біздер былай ойнаймыз. Басында бастағанда бұл жерде мен екі струнаны былай өріп тұрмын. Так, то есть шертемін. Төменге екінші және бірінші струналар. Тағы да басынан бастайық. Төменге шерттім, одан кейін екінші лад бірінші струнада, потом үшінші лад и қайтадан екінші лад. Сосын осыдан кейін қайтадан үшінші ладты төмен ұрамыз да, и қайтадан екінші ладты жоғары ұрамыз. Сонда былай иә, түсінікті деп ойлаймын. Давайте тағы да бір көшіп жіберейін, сосын жалғастырамыз. И мына жерде мына төртінші саусақты үшінші ладқа қоямыз да, мына жерде EM аккордын ұстаймыз. EM деген мына екі не ғой негізі. Төртінші, бесінші струналар екінші ладта. Мына жерде просто саусақты ауыстырамыз, мынаны мында ұстап қоямыз. Так, міне. И мынаны былай қоямыз да, мынаны қоямыз. Сосын мынандай не істейміз, бой жасаймыз. Қағыс. То есть төменге бір ұрамыз, сосын мынандай шертеміз. Бірден соң бірі. Сосын жоғары. И сосын глушка. Глушкадан кейін жоғары. Барлығын қосайық. Осымында. И екінші рет дәл осында қайталаймыз. И сосын жалғастырамыз. Жаңағыдай дейміз де, мына жерде бары АМ аккордын ұстаймыз. Ол мына бесінші ладта бары, сосын мына жерде төртінші, бесінші струналарды ұстаймыз. Так, мына нешінші, жетінші ладта ұстаймыз да, и жаңағыдай ойнаймыз. Так, басынан бастап енді көрсетемін. Асықпай үйрену алайық. Екіншісі. Үшіншісі. И мында. Айым қарамыз. Одан кейін мынандай соло кетеді. Бұл жерде бірінші струнадағы 8-ші ладтан бастаймыз. 8, потом 7, 5. Одан кейін екінші струнадағы 8, 7, 5 ойнаймыз. Так, жүрсем 8, 7, 5. Екінші струнада 8, 7, 5. Бір шек, бір струна ойнаймыз. Бірінші струна, потом екінші струна. Одан кейін екінші струнадағы төртінші, потом бесінші, жетінші струналарды ойнаймыз. Одан кейін 5, 4, 1 деп шығып кетеміз. 4, 5, 7, 5, 4, 3, 1. Одан кейін мынандай нәрсе жасаймыз. Мында екінші струнаны бірінші ашық ойнаймыз да. Басып қаламыз мына. Төмен. Басып қаламыз екінші струнада бірінші ладты. И қайдан ашамыз. Ашып қаламыз. Одан кейін үшінші струнада екінші ладты ойнаймыз. Тағы да. И
АМ аккордын ойнаймыз. Тағы да. Екінші рет ойнаймыз. И одан кейін қайтадан қайталаймыз, бірақ та жалғасы басқаша болады. Ол жерді былай ойнаймыз міне. Бұл жаңағыдай қайталаймыз. Деп қайталаймыз да, одан кейін мынандай нәрсе жасаймыз. Тұра береді орнында. Одан кейін міне. Бұл жерде міне тағы да көрсең. Одан кейін 2, 3, қайтадан 2. Екінші струнна бірінші лад çalамыз. Тағы да. Сосын 2, 3, 2, 2, 1. Сосын 2-ні ашамыз. 3, 3-ті ашамыз. Тағы да. 2, 3, 2. Сосын екінші струн 1. 2-ні ашамыз. 3, 3-ті ашамыз. И H7 дегенді ойнаймыз жаңа бұлай. Бұл жерде глушкамен де болады бұлай. Немесе глушкасыз болады. Просто та-та-та-та деп екі рет ойнауға болады. Сосын бұлай болады. Бұл соңғы жері, то есть мына ойнадық. Сосын 5, үшінші струна ашық болады. 5, үшінші струна ашық. Сосын төртінші струнадан, екінші ладтан, то есть төртінші струна, екінші ладтан, үшінші саусақпен жылжып кетеміз былай. Слайд жасаймыз. То есть ойнаймыз. Деп төртінші ладқа дейін жылжып кетеміз. Тағы да. 5, 3, сосын төртінші струна, екінші ладтан, төртінші ладқа жылжып кетеміз. И ЕМ аккордынан жаңағыдай. Басынан бастап тағы бір ойнап шығайын. Одан кейін и АМ соло. Екінші рет қайталап отырмыз. Сосын мына жері Достар, мінекей көптен күткен разборды да қазір аяқтадық. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Асықпай отырып үйреніп алдыңдар, өйткені кейбір жерлері қиындау. Соны шығарғаннан кейін маған инстаграмға жіберсеңіздер болады. Барлығына сәттілік, сау болыңдар.